оценкасы ұрып тұрған, өзіне өте сенімді, сондай пысық қыздарды көрген кезде менде ішімде бір зависть оянатын. Олардың қасына барып қалсам, өзімді бір жеткіліксіз адам сезінетін. Олар кез келген ортада өзін еркін ұстайды, айтқысы келген дүниені айта алады, ішіндегісін бөлісе алады. Ал мен болсам, ол кезде екі беті қызарып, бейтаныс ортаға барса, әсіресе ішіндегі ойындағысын айта алмай, қысылып бір бұрышта отырып, қай жерге барсам да бір көрінбейтін, білінбейтін орынды таңдайтын сондай қыз болдым. Психология саласына да мен ең алдымен өзіме көмектесуім керек. Осы сұрақтың жауабы қайда? Неге мен осындаймын деген запростармен терапиядан өткен. Уақыт өте келе өзіңе деген сенімділік, сондай бір өзіңді еркін сезіну деген ол жай ғана өзінен өзі пайда болатын нәрсе емес. Сен соған жету үшін бір нәрселер жасау керегін түсіндім. Ыңғайсыз сезінетін, қысылатын нәрселерді мен әдейі жасай бастадым. Камераға сөйлеп, мүмкін бір түкке тұрғысыз нәрселермен, өзімнің ойыммен, өзімнің күніммен, жай ғана бір-екі ауыз сөзбен бөлісу арқылы мен жаймен мынау ұялу, қысылу деген сезімдердің бәсеңдей бастағанын сезіндім. Қорытындылай келе, ұялу, қысылу, өзіңді өзің сезіне алмау деген нәрсемен күресу үшін жалпы саған қазір белгісіз, сенің миыңа қауіпсіз болып тұрған бір дүниелерді жасап бастауың керек. Сол ыңғайсыздық сезімінен, қысылу, ұялу сезімінен қашпай, соны сен өзіңмен бірге алып жүріп, бірге сол істерді қайта жасаған сайын біртіндеп саған өзіңе деген сенімділіктің қалай келе бастағанын байқайсың. Бұл видеоны өзіңнің ұялшақ құрбыңа, сіңліңе жіберіп қой, біліп алсын.